Бәріне сәлем, құрметті достар. Бүгінгі видеода тіс туралы айтатын боламын. Тіс ауырған кезде 100% көмектесетін әдістерді айтатын боламын. Түнде тісіңіз мазалап, ұйықтатпай жатса, қатты ауырып, басылмай жатса, дәрігерге басылмайды кейде тістер деген. Және де обезболивающийдің уақыты 2 сағат кейін қайтадан ауырады. Солай мазастанып, тісіңіз ауырып жүрсе, осы видео сіз үшін 100% көмектесетін әдістер. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып және кері байланыс беріп отырыңыздар. Және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің әр шыққан видеомда бірінші болып көретін боласыздар. Достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ол біздің канал үшін өте маңызды. Кәдімгі қарапайым суды аласыз да холодильникке қатырып қоясыз. Сосын мұзды алып, тісіңізге басасыз, немесе аузыңызға сорасыз, сорып ұстап тұрасыз 2-3 минут. Немесе егер тісіңіз сезімтал болса, онда мұзды марлымен орап, тістің сыртына басасыз.